Құрметті оқырмандар, бүгінгі күннің тақырыбы әшекей бұйымдар. Қазақ халқы ұлттық дәстүрін қолөнермен дамытқан. Сүйектен, металдан, асыл тастардан күміс бұйымдар жасаған. Қазақ шеберлері оюланған, өрнектелген, бүрмеленген сырғалар, бойтұмарлар, шашбаулар, білезіктер жасаған. 19 ғасырда күмістен жасалынған әшекей өңіржек. Өңіржекті қыз келіншектер мойын омырауына сәндікке таққан. Көбіне 4 бұрышты немесе дөңес келген. Бірнеше күміс бөлшектерден тұрады. Аралары жіңішке шынжырлармен жалғасады. Шеберлер арасын қуыс етіп, сынбас үшін ортасын ақ балшықпен толтырған. Қазақтың байырғы наным сенімі бойынша өңіржек әйел адамның құрсағы мен кеудесін бәле жаладан, сұқ көзден сақтайды деп санаған.